Сәлем қыздар, бүгін сіздерге мантының қамырын дайындауды көрсетемін. Ешқандай да жұмыртқа қоспай, өте керемет қамыр илейтін боламыз. Жабыспайды, езілмейді, қамырымыз күшті болып шығады. Егер де менің видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк, коммент қалдыра кетіңіздер. Бізге қажет заттың барлығын әдеттегідей описанияда қалдырамын. Енді қамырын илеуіміз керек. Ол үшін бізге ұнды міндетті түрде електен өткізіп қосқанымыз дұрыс. Суға бөлме температурасындағы 1 шай қасық тұз салып араластырып қойдым тұз ерігенше. Енді суымызды ұнға аз-аздан қоса отыра қаттылау қылып қамыр илейміз. Барынша қатты илеңіздер, өйткені біздің қамырымыз тұрған сайын жұмсарады. Сондықтан қатты қылып илеңіздер, ұнды керегінше қосасыздар. Яғни неше жуала манты істейсіз, соған байланысты ұнды қосыңыздар. 30 минут демалдырамыз қамырды. 30 минуттан кейін тынған қамырды тағы да бір қайтара илеп жібересіздер де 10 минут тағы тынуы қажет. Енді мантыға салмасын дайындайық. Ол бізде майдалап туралынған пияз және де тартылған ет. Егер сіздерде кәдімгі ет болса, майдалап турасаңыздар да болады. Дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз. Менде ол тұз, бұрыш, қызыл бұрыш қостым. Яғни өздеріңізге қандай дәмдеуіш ұнайды, соны қосып жасасаңыздар болады. Мінеки, енді тынған қамырымыздың біреуін алып, жұқа қылып жаямыз. Барынша жұқа қылыңыздар. Біздің қамырымыз өте керемет, жылтырап шығатын болады піскен кезде. Міндетті түрде бірақ қатты қылып илеуді ұмытпаңыз. Сол кезде езілмей шығады мантыларыңыз. Осылай жұқа қылып жайып алғаннан кейін қамырымызды жұқа қылып жаятын боламыз. Барынша жұқа қылып жайыңыздар. Мен мантының дәмді шығуы осы қамырға байланысты деп ойлаймын. Сондықтан мантыға қамыр дайындаған кезде барынша қаттылау қылып илеңіздер. Өйткені қамыр тұрған сайын жұмсарады. Сондықтан қатты қылып илесеңіздер, мантыңыз піскен кезде жыртылмайды, езіліп кетпейтін болып шығады. Міне видеода көріп тұрсыздар, біздің қамырымыз өте керемет болып шыққан. Енді осы дайын болған жайып қойған қамырды төртбұрышлеп кесіп шығамыз. Мен негізі мантының ең қарапайым түрін жасайын деп тұрмын. Әдемі түйетін түрлері көп. Қайсысы ұнайды, түйген солай жасасаңыздар болады. Маған осы ыңғайлы, өйткені уақытты да алмайды, оңай әрі тез дайындалады. Қамырымыздан қалдық та қалмайды. Сондықтан осы түрін жасадым. Енді мантымыздың барлығын түйіп алғаннан кейін листімізге орналастырамыз. Листіні майлап, бүккен мантыларымызды орналастырып шығып, мантының бетін майлауды ұмытпаңыздар. Негізі дайын болған мантыны 45 минут буда пісіріп аласыздар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Салтанат. Назарларыңызға рахмет. Егер менің рецептім пайдалы болып жатса, каналыма тіркеліп, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар.